18 ғасырдағы жырлардың негізгі тақырыбы қазақ-жоңғар қарым-қатынасына арналды. Қазақ-жоңғар соғысының бел ортасында жүрген ақындар өздерінің жорық жырларында шын мәнінде тарихта болған оқиғаларды және қазақ тарихында елеулі із қалдырған хандардың, батырлар мен билердің ерліктері туралы жырлады. Ақын-жыраулардың шығармаларында халықтың өмір тіршілігі, салт-санасы, өндірісі мен тұрмысы, мінез-құлық өлшемі, сол дәуірдің рухы бейнеленді. 18 ғасыр қазақ тарихындағы бетбұрыс кезеңі болды. Ескіден келе жатқан ата жау жоңғарлар 1723 жылы шабуылын үдетіп, халықтың жағдайы ауырлай түсті. Осы кезеңде Қожаберген, Ақтамберді, Тәтіқара, Үмбетей, Бұхар, Шал, Көтеш секілді жыраулар танымал болды. Жыраулар туралы орыс зерттеушісі Алекторов, олар өздерінің күнделікті көріп жүргендерін жыр қылып айтады деген екен. Ақтамберді жырау 1675-1768 жылдары өмір сүрді. Замандастарының айтуына қарағанда ірі денелі балуан әрі қолбасшы ретінде танымал болған. Жырау жоңғарларға қарсы күресті ұйымдастырумен қатар халыққа рухани дем беріп, ерлікке бастауда аса маңызды рөл атқарды. Бұхар жырау 1684 жылы қазіргі Павлодар облысы Баянауыл жерінде дүниеге келген. Бұхар Қалқаманұлының шығармаларын Абылай хан заманының айнасы деп айтуға болады. Қазақ халқының рухани адамгершілік қасиеттерін бойына сіңірген, отауызды, орақ тілді, сөзі дуалы кемеңгер Бұхарды Абылай хан қайда барса да қасынан қалдырмаған. Өзінің парасаттылығымен көмекей әулие атанған жырау Абылай ханның қиын-қыстау кезеңдерде әр істі абыроймен атқарып, дұрыс шешім қабылдауына көмектесті. Қытай мен Ресей сияқты алып екі елдің арасында байтақ жерге иелік еткен, қазақ мемлекетінің мүддесіне сәйкес оңтайлы саясат жүргізуіне, әскери дипломатиялық қатынастарды реттеуге барынша ықпал еткен. Үмбетей жырау 1706-1778 жылдары өмір сүрген. Дәулескер жырау, шебер қобызшы Үмбетей Тілеуұлы Ерейментау өңірінде дүниеге келген. 18 ғасырдағы тарихи тұлғалардың өмірлері мен ерлік істерін, тарихи оқиғаларды зерттеуде оның жырларының маңызы зор. Жырау әсіресе Бөгенбай батырды ерекше қадірлеген. Ол Қанжығалы Бөгенбай батырға арналған жоқтауында сол кездегі шиеленіскен оқиғалардан нақты деректер келтіреді. Шал ақын Тілеуке Құлекеұлы 1748 жылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Азат темір жол стансасы маңында дүниеге келген. Әкесі Құлеке Абылай ханның жақын серігі, көптеген дипломатиялық тапсырмалармен жүрген батыры. Тілеукенің шал ақын деп аталуына кішкентайынан үлкен адамдай сөйлеуі, төрде отырып төрелік айтқаны себеп болған деген пікір бар. Шал ақын поэзиясында арнау мен жағымсыз оқиғаларды сынайтын мысқыл өлеңдер көп. Ақын өз жырларына ислам діні, адам өмірі, өмірдің мәні, фәни мен бақи, мораль, этика мәселелерін арқау етіп жырға қосты. Жыраулар шығармашылығы 18 ғасырда жыраулар поэзиясы қазақ даласында халықтың қоғамдық ой-санасына барынша игі ықпал еткен идеологиялық күш-қуатқа айналды. Олардың толғау жырларының негізгі тақырыптары отанға деген махаббат, ұлтжандылық, туған жерге деген сүйіспеншілік. Жыраулар қазақ халқының жауларға қарсы көтерілген ерлікке толы күресін, жоңғар шапқыншылығы кезіндегі айтулы кезеңдерді жырлады. Халықты бірлікке, елдікке шақырды. Бұл күрестің қаһармандары Бөгенбай, Қабанбай, Жәнібек тағы басқа батырларды дәріптеді. Сонымен бірге жыраулар өз туындыларында заманның жекелеген маңызды тарихи оқиғаларын жан-жақты бейнелеп көрсетті.